Сәлем достар, бүгін біз дәмді әрі өте оңай салат дайындаймыз. Құрамына сәбіз, қызылша, аскөк, сарымсақ, қырыққабат және де зәйтүн майы мен асхана сіркесі қажет. Азық-түліктердің барлығы дәл осы күйінде қолданылады. Алдымен сәбізді үккіштен өткізіп аламыз. Одан әрі қызылшаны дәл сол секілді үккіштен өткізіп аламыз. Қырыққабат, аскөк және сарымсақты турап аламыз. Қырыққабатты видеода көрсетілгендей бір қырынан өте жіңішке етіп турап аламыз. Қырыққабаттың сөлі шығу үшін қырыққабаттың үстіне тұз сеуіп, бар күшімізбен оны езіп аламыз. Және де салаттың барлық құрамдағы заттарды біріктіре бастаймыз. Сонымен қатар сарымсақты өз қалауыңызша қосуға болады. Яғни менің жағдайымда бір үлкен тіше сарымсақты күштен өткізіп алдым. Одан әрі видеода көрсетілгендей 2 ас қасық суға 1 ас қасық сірке суын қосып араластырып аламыз. Және де барлығының дәмдері шығу үшін оны өте жақсылап бар күшімізбен араластырып аламыз. Міне енді салатымызға зәйтүн майын қосамыз. Менің жағдайымда 3 ас қасық зәйтүн майын қостым. Жақсылап араластырып аламыз. Және де соңында аскөкті қосамыз. Себебі ол салатымызға өте керемет иіс және дәмін береді. Видеода көріп отырғандарыңыздай салатымыз өте әдемі, өте дәмді болып шықты. Кез келген тамақтың жанына ұсынатын салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Ас болсын.